Әйелдің даусы қатты шығатын үйдің босағасынан жақсылық күтпей ақ қойыңыздар. Ол үйден ешқашан жақсылық шықпайды. Ол үйге жын-жыбыр жиналып алған үй болып есептеледі. Ол үйдің берекесі жоқ. Әйел адам билеген үйде жын шайтан көп. Сол үшін жоламаңыздар. Бұл сөзді айтып жатқан себебім, бір әйел күйеуін сыйламайды екен. Аузынан көк ит кіріп, қара ит шығып атады да қашан қарасам. Тілі жаман бар ғой. Анау әйелдің енесі де үндеместен таяғымен жер шұқылап отырады. Барлығын қорқытып алған ғой. Адам орнына көрмейді үйіндегілерді. Сол үшін онда әйелдердің үйіне қыдырып та бармай ақ қойыңыздар. Қыдырып барып тамақ та жемей ақ қойыңыздар. Жеген тамақтарыңыз да өтпейді ондайда. Күйеуі, анау үйіндегі ана кемпір байқұс күліп,